Қыз бала көктемдей бір жарып, балауса қалпынан бой жеткен шаққа қадам басады. Кеше ғана бұрымын жел тербеткен көріктіміз бүгін ойы терең, жанары нұрлы аруға айналады. Оның өсуі уақыттың ғана емес, тәрбие мен тағдырдың өсуі. Ару тек әсемдік десек әбестік. Ол мейірімнің мекені, сабырдың саясы, болашақтың бастауы. Күн сәулесі төгіліп келбетіңе, құрсағында анаңның тербетіле. Толғағы жоқ әкеңді толғандырып, қызым менің қош келдің жер бетіне. Қызым менің қош келдің жан ұяма. Кіп кішкентай періште сәби ана. Аманатқа анаңды алып едім, Құдай сені сыйлады Хадияға. Қызы барды Құдай да мақұлдайды, қызы барлар жұмаққа жақындайды. Қыз әкенің қырдағы қызғалдағы, бұл махаббат еш жерде сатылмайды. Қыз бала үйдің қонағы, ең сыйлы қонақ және де, өзіңнен ұста жоғары, жеткенше мұрат мәреге. Расында қыз баланың орны, оның биігі біздің көзімізге байқала бермейтіні хақ. Өйткені біз оны көңілге түйіп жүреміз, жүрекпен ғана сезінеміз. Бірақ кейін сол балаусамыз бой жетіп ұзатылатын уақытта көкейімізге түйіп жүрген сезім бірақ сәтте шер болып ақтарылады, көзімізден жас болып төгіледі. Бұл махаббаттың ең ұлысы. Бүгінгі шарамыздың да өткізілуі тегін емес. Сіздер куә болған көрсетілім болашақта үйлеріңіздегі қызды, сіңілі, әпке, келін, абысын, жеңге, ана не әжені бағалауға көрсетілген бағыт деп түсініңіздер. Өйткені олар да бір күні отбасын тастап, сіздің шаңырақтың яки сіздің әулеттің отын жағу үшін келді. Не болмаса бір күндері сіздердің де аялап өсірген аруларыңыз теңін тауып үйінен ұзайды. Ең бастысы әр үйге бақыт пен береке орнасын. Осындай көңіл күйді бізге ана Қағызымның қыздары ұйымдастырып сыйлап отыр деймін. Сондықтан анаға Қағызымның қыздарына да рахмет. Жақсы көрмелерді ұйымдастыру арқылы, осындай жақсы шаралар өткізу арқылы біз ұлтымыздың дәріптей аламыз.